Пойыздан түсіп Алматыға келдік қой, мінекей. Вокзалда тұрмыз. Яндекс шақырайық десек, үшеде таксист ағайлар мен апарам деп, сол Яндекстің бағасымен почти бірдей екен. Сосын иә деп жақсы деп келіскенбіз. 2,5 мың теңгеге баратын жерімізге дейін. Сосын айтты ол ағай, мен нетейінші, тағы да бір адам алайыншы деді. Жарайды аға, енді алыңыз дедік та, алыңыз енді. Ештеңе етпесін. Күткенімізге де бір 20 минуттай болды деймін. Қызық сол кезде болды. Білмеймін неге өйтеді, осы таксилер бар ғой, то қымбат сұрайды, өткенде өздеріңіз көрдіңдер. То басқаша нетеді. Енді білмеймін, ол таксилерге не болып кеткен, өзіміздің қазақ ағамыз былай қарағанда. Қысқасы бізге бүйтеді да, келді. Інчек ана басқа машинаға міне қойыңдаршы дейді. Мен не болып қалды аға, жай ма? Біздер мадам бір күтіп тұрық қой сізді деп жатырмын да. Жоқ, басқа міне қойыңдаршы, ана жерде ана басқа таксиге айтып қойдым дейді. Мәссаған дедім де, енді жақсы деп нетейін деп жатсам, бір 2 Қытай келеді қасында. 2 Қытай азаматын алып келе жатыр екен. Сосын айттым ана кісіге, аға, сіз бізді Қытайға сатып кетіп жатырсыз ғой дедім. Ой, жоқ дейді, көріп тұрық қой, міне 2 Қытай келіп тұр қасында. Осыларды мінгізіп алып берейін десем, иә, інчек оларды деген жаңағы неге аэропортқа барам деп тұр еді, соларды алып жатырмын дейді. Ой, олай болмайды аға деп жатырмын да, біз келіп тұрық, сізбен келісіп тұрық, мадам бір 15-20 минут күттік. Енді бұл қалай болған сонда, бізді Қытайға сатып кете бересіз бе, мұныңыз дұрыс емес болған жоқ па деп айтып жатырмын да, ойнап та айтып жатырмын. Бір жағынан ар жағында шыным да бар деген сияқты ғой. Жоқ, мен сіздерді Қытайға емес, ана жерде бір бауырыма, басқа бір ағама сатып жатырмын деді да. Сонда да сатып жатырмын деп тұр да. Енді ол енді дұрыс па, бұрыс па, құрметті көрермендерім, достарым, өздеріңіз айтыңыздаршы. Ал тіпті ол жерде ол Қытай азаматы болмаса да жақсы, басқа адам болсын, сонда да сөйтіп сатып кетуі дұрыс па? Білмеймін, негізінде бірге сыйыстырып болса да апарып тастау керек еді. Болмаса ол Қытай азаматын жаңағы бауырым ғой, ағам ғой деп тұрған сол адамға да беру керек еді негізінде. Мына жігітті сен мына 2 Қытай сен ал, мен келісіп қойдым басқа жердегі адамдармен десе де, олай да болатын еді. Енді ақшаға бола осылай тастап кетіп қалды. Біз қазір басқа таксиге затымызды салып қойдық, енді өзінің айтып кеткен таксиіне ана жерде тұр. Енді ол кісіні күтіп тұрық, ол кісіге де айтып қоямын, аға, сіз сатып кетпеңіз, қазір ана жерде 2 Қытай келіп тұрып, тағы сатып кетпеңіз десем күледі. Жоқ, өйтпеймін қазір. Мен де қазір тағы бір коробка салып алайыншы, ана жерде бір коробка келу керек еді. Соны салып алайыншы, ренжімесеңіздер дейді. Ой, ренжімейміз аға, салыңыз, алыңыз, тағы да адам алыңыз керек болса деп жатырмын ғой. Енді барымша сөйтіп жатырмын енді. Ол такси арзан емес, 2,5 мың сұрап тұр, мысалға апаратын жеріне дейін. Ол Яндексте де сондай да, мысалы кете берсек болады. Ал осындай жағдай болып жатыр, білмеймін, сіздер не айтасыздар, достар? Бұл мәселені қалай қарайсыздар сіздер, көзқарастарыңыз қалай? Дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма, өздеріңіз пікірлеріңізді айтыңыздаршы. Мүмкін ол кісі де осы жерде көріп тұратын шығар, ойланар, басқа да такси азаматтар, ағалар, інчектер көріп тұрса, олар да ойланар. Өйтіп лақтырып кете беруге бола ма, болмай ма екен, жазып кетерсіздер, иә, пікірлеріңізді. Рахмет.